Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін наурыздың 23-і. Каналыма қош келдіңіздер. Ауламды көрсетіп шығайын сіздерге. Қалай болды? Мысалға, розамның осы бөлігі қыста қатты ең бірінші дауылда ашылып қалды. Сол себептен қайтадан мынандай ағаштар қойып, жан-жағын тіреуге жаңағы тура келді. Мына сыртындағы пакеттерім қысқалау болып қалған. Сол себепті қатты дауылдарда ашылып қалды. Осылай енді бастырып қойдым. Мыналарды осы жақында бастырдым. Мына қар кеткеннен кейін уже жан-жағы ашыла бастады. Жайлап міне талдардың арасына, айналасына көң әкеліп бастап жатыр. Көң болғанда бұл кәдімгі биылғы қыстан шыққан жылқының тезегі. Айналасына тастайтын болам. Жеміс талдарының. Мына туяларымды айналасын қысқартып, мынандай лидерлікке талас болып тұрған жан-жағындағы бұтақтарын кесіп шықтым. Мынандай кішкентай нелерімді де, туяларымды да кесіп шықтым. Әдемі форма болып өсіп шығу үшін кішкентайынан бастап формировать ету керек, яғни формасын келтіру керек, әдемі. Және бізде мына жолымның екі жағында былтыр күзде туя екпеген болатын, өйткені жай келді де, сол себепті еккен жоқпын. Осыны міне кеше ғана ектім. Жалпы әлі розаларға тиген жоқпын. Мысалға, мынау рабуста осылай қыстап шықты. Рабусталардың бәрі осылай. Ешқайсысын жапқан жоқпын. Мына жердегі туям қыста қарға шамалы не істеп қалды. Жаңағыдай ортасына қар түсіп, балдар басқан. Жайлап өзі дұрысталып жатыр енді. Міне. Мына қарда мынандай плесень дейді ғой, қардан кейін. Осы нәрсе биыл көп. Қазір көрсетем, кейбір өсімдіктерім шықпай қалған. Мына жерге де бір сасына отырғыздым, қарағай деймі. Бұл қарағай Green Tower деген. Әдемі бір келкі колонна болып өсетін, жаңағыдай көп жаңағыдай нені қажет етпейтін, неприхотливый дейді ғой, сондай өсімдіктің бірі. Енді көретін боламыз. Бұдан кейін бізде қазір жел енді. Мына жерге мысалға мыналарды қыста ектім, мыналарды. Мынаны міне кеше ғана ектім. Мынаны да қыста еккен болатынмын. Қарайым десеңіздер, видеоны соңына салатын боламын. Кәдімгідей уже декабрь айында ма ектім ғой деп жатсынбаса, мынаны да күзде ектім. Жақсы шықты. Мынау Тедди деген туя, бұл да шар болып өсетін. Бұны осы кеше ектім. Жалпы мына жердегі туяларым жақсы. Мынау недеформис, шамалы мына жерлер сарғайған, білмеймін екен, түсіп те жатқан сияқты. Жалпы қыста тек қана осы қылқан жапырақты өсімдіктерім үшін сәл уайым болды, өйткені бұдан бұрын менде ондай қатты қылқан жапырақты өсімдіктер шамалы ғана болатын. Мына елка, яғни ел, өте кішкентай өсетін, баяу өсетін. Бұл өте жақсы қыстап шықты. Міне, бұның атын ұмытып тұрмын. Бұл да жақсы шықты. Мына туям да жақсы шықты. Ешқандай күйген жоқ, жақсы. Мына жердегі туям енді былтыр ол жазда ауырып қалған. Биыл енді жақсылап жаңағыдай нелерді құятын болам. Селитра алып кету керек.
ең розалардың ішінде уайымдаған розалар мына жердегі жаз үйдің алдына еккен 2 розам, бірақ өте жақсы қыстаған, шүкір. Бірақ қазір жасыл болып тұрғанмен ауырып та қалуы да мүмкін. Сол себепті ондай қатты қуанудың да қажеті жоқ. Мына жердегі қылқан жапырақты өсімдіктерім өте жақсы қыстап шықты. Міне мынау блючип, мынау күзде еккендерім бәрі жақсы шықты. Тек қана осы жерде былтыр жаздан бастап ауырған қарағай сасна деп айтады ғой, фумилио, сосын екінші мугус деген. Осылар міне жақсы болып, мына жартысы тірі еді, бұл да міне өліп қалыпты. Жаңа мен сіздерге плесень көрсеттім ғой, сол осы жерде өте көп болды. Содан ба әйтеуір өліп қалды. Бірақ былтыр күзде мен тағы да бір сасна алған болатынмын, low glow деген. Бұл да шар болып өседі, дөңгеленіп. Міне жапқан жоқпын, дәл осылардың қасында тұр. Міне фумилио ма? Міне қайсы екен білмеймін, біреу мугус, біреу фумилио. Міне дәл ортасында тұр, ешқандай жапқан жоқпын. Соның өзінде ана екеуі өліп қалғанда, ал мынау жап жасыл сол күйі шықты. Ал мына екіншісін жапқан болатынмын. Мына мен осылай. Бұны өткені қай жерге отырғызатынын білмедім де, осы жерге отырғыза салғанмын. Енді бұны ауыстырамын. Мына жерге, мына саснамның орнына отырғызатын боламын. Ал мына екіншісіне, білесіздер, мен қыстай өзімнің ауламдағы қылқан жапырақтары өсімдіктерді күзден бастап көбейтуге қойғанмын. Қазір мынау міне, бұл вересковидная туя, жаңа ана жерде өсіп тұр. Соның баласы міне жақсы алды. Енді тамырлы қаншалықты екен білмеймін, бірақ осы жерге тамырлары бар ішінде. Көріне қоймайды деймін. Міне тамыр. Осы жерге отырғызым келіп тұр. Мынаны алып сап отырғызамда, бірақ әзірше мынаны жауып қоямын, өткені қанша дегенмен алдыда әлі салқын күндер болуы мүмкін. Сол себепті міне мына жердегі можжевельнигімді де көбірек уайымдағаннан, өткені Blue Arrow деген не істейді, күнге күйетін дұрыс отырғызылмаса егер, күнге күйет деп көп еститінмін. Бірақ шүкір, әбден кәдімгідей күн қатты салқындап кеткеншеге дейін суардым. Жалпы қылқан жапырақты өсімдіктердің арасында капризнылар бар ғой. Мысалға осындай Blue Arrow сияқты, туялар сияқты смарагд. Соларды жақсылап күзде әбден кәдімгідей жер қатты болып минус болғанша дейін суарған дұрыс. Одан кейінгі жаңалығы міне қызғалдақтарым шығып жатыр, жайлап міне. Қызғалдақтарым шығып жатыр. Мына жерде де тағы да нелер болу керек. Мына жерге былтыр жаңа біразда көрген еді, осы жерден жайлап қылтиып шығып келе жатқан нарцисс еккен болатынмын. Нарцисстерім, нарцисс болу керек деп ойлаймын. Осы жерге еккенмін. Мына жерге де мүмкін бірден еккен шығармын, ұмытып қалдым. Көп нәрсе егілді былтыр. Ұмытып қалдым. Мына жерде спиреяларым тұр. Бұлар әзір оянбайды ғой. Сол жайлап өсімдіктерімді отырғызып бастадым. Өткені менің үйдегі жалпы алып қойған, балбештен алып қойған өсімдіктерім подвалда сақталды. Подвалдың іші де мұздай. Плюс жоқ, но бірақ 0 бар ғой деймін, 0 ма, әлде 0-дан сәл төмен бе, -1, іші қарамыздай жүр. Қазіргі ауа райымен бірдей, сырттағы күн шақырайып шығып тұрғанмен ызғары бар.
Сол себепті өсімдіктерімді отырғызып жатырмын. Жайлап тамырлана берсін деп. Жалпы өсімдіктер осындай жайлы, салқындау, жаңағыдай температурада жақсы тамырланады. Осы плесень деп айтады ғой мынандай. Осындай көп мына жерде. Неге екенін білмеймін, бұрын ондай болмайтын. Енді не істейміз? Енді бұйырса ауланы тазалаймыз. Бізде бұйырса басталды енді. Кесетін кесеміз, тазалаймыз. Мына жерде міне розалардың сыртындағы пакеттерді міндетті түрде аламын. Өйткені мына пакетті алмасақ, уже конденсат бар. Конденсат ішіне буланып, бұндай болса, андай розалардың әрбір өсімдіктің жаңа бойында бәрібірде бір өзінің грибковый заболевание деп сондайлар бар. Соларды қоздырады. Сондайлар шығып кетпеу үшін пакетімді алып тастайтын боламын. Және күндіз, жалпы күндіз емес, әзірше күн жылы болып тұр. Ең болмаса бір жағын ашып қоятын боламын. Сәуір айларында мүмкін одан да жақсы ысып жатса, екінші жағында ашатын боламын. Бірақ барлығын ашып тастамаймыз. Өйткені әлі жер жылымады, ысымады, тамырлар жұмыс жасап тұрған жоқ. Әлі де салқындар болуы мүмкін. Оларды көтере алмайды бұла. Міне сіздерге көрсетейін. Робуста, Маккензи, осылай ұстадым. Почкілерінің бәрі тірі, жапқан жоқпын. Міне робусталарым осылай тұр. Іштемен бір жаппадым. Амна жапқандарым бұл череноктар. Мынау да череноктар. Бұларды жауып тастауым керек. Мынау былтырғы пересадкілерім жақсы шықты бәрі. Барлығы жақсы. Мынау да робуста. Барлығы жақсы шықты. Бар осы. Тек қана осы розаларының пакетін аламын. Сол жайында айтып өтейін, мүмкін кейбір адам ұмытып кетер деп. Сол саламатта болыңыздар. Мен мына жерде шелегін алып көрсетіп жатырмын сіздерге. Тамырланған. Қатты шелекті толтырмаса да, бірақ енді барынша жақсы қыстай тамырланған. Осыны осы жерге егіп, өзінің баклажкасымен қайтадан жауып қойдым, аузын ашып қойдым. Өйткені алдыда әлі салқын нелер болады, ауа райы, сол себепті. Мына жерде екінші, мына Low Glow деген екіншісінде егіп қойдым. Осы жерден жақсы өседі деп ойлаймын. Мына жерде міне канадский роза John Cabot деген. Мына жерден бастап, міне осы көрсетіп жатқан жерінен қыста ашық тұрды. Қар жапқан жоқ, өйткені бізде ақпан айында қар ондай қатты жаумады. Бірақ барлық почкілері тірі сияқты, ешқандай өлмеген. Енді алдағы уақытта көретін боламыз. Жалпы канадалық розалардың қаншалықты аязды көтеретіндігі. Міне мына жерде каменная розаларымды осылай ашық күйінде қыстап шықты. Мына жерде, дәл осы жерде де бар. Және бордюр қылып жасаған жерде де тұр. Жақсы барлығы қыстап шықты. Сау саламатта болыңыздар. Каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліңіздер.
Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Міне осы соңғы видеомда айтқан қылқан жапырақты өсімдіктерім келді. Қазір обзор жасайтын боламын осыған. Оны Балберстен алдым. Міне мына өсімдіктерімді аштым. Енді таныстырып кетейін. Мынау дөңгеленіп өсетін шаровидный туя Тедди деген жылдық приросттары өте кішкентай, 1-2 сантиметр деймін бұларда. Өткен 10 жылдың өзінде бұл 60-80 сантиметрге дейін ғана өседі деймін, шатыспасам егер. Міне тамыры өте жақсы. Мынау 2 литрлік горшокта от. Бұны мен жаңағы алдыңғы жаққа отырғызу үшін алдым. Одан кейінгі міне тамыры бұның да жақсы. Бұл Димоза, егер шатыспасам, Димоза деген не болу керек. Туя бұл да 10 жылдың өзінде метрге дейін ғана өседі. Бұл конусовидный, яғни ұшпышты болып өседі. Одан кейінгісі мына смарагд деген туя. Бұл менде 70 пен 90-ның арасы болу керек. Жаңа есептеп көргенде где-то 80 сантиметр болып тұр. Өте жақсы. Мына жерде тамырлары сыртына дейін шығып тұр. Енді бұны дәл қазір отырғызып тастаймын. Бүгін желтоқсанның 10-ы отырғызып тастаймын. Өйткені орындары дайын. Бүгін біз енді күн аяздау, сонда да отырғызып көргім келіп тұр. Егер жерім қазылып жақсы болып тұрса, жерім қатты қалмаған болса, отырғызып тастаймын. Міне тамыры өте жақсы екен. Бүйтіп горшоктың сыртынан шығып тұрды тамыры. Осылай қазір отырғызып, және су құюым керек болады. Су міндетті түрде құям. Қандай аяз болса да құю керек. Біз енді кәдімгідей қатты қар жоқ енді міне. Бірақ енді сықырлап тұр. Қарды басқанда кәдімгі сықыр етіп. Аяз енді. Кәдімгі нағыз қыстың аязы. Қазір су құятын боламын. Жылы болғанда қатты жылы емес енді. Комнатный температура. Сіңіп кету керек. Өйткені кешегіде виноград егіп тастадым солай. Бір виноград. Қалғандарын шелекке отырғыздым. Қазір оларды да қалай сақтайтынымды көрсететін боламын видеомда. Міне суым сіңді. Енді көміп тастайтын боламыз. Осылай көміп. Және үстіне жаңағы притеночный сетка дейді, соны не істейтін боламын. Жауып қоятын боламын. Міне жеріне де суым құйдым, тағы да үстінен. Осымен болды. Отырғызған өсімдіктердің үстін міндетті түрде жауып қоямын. Өйткені бұл әлі тамырланған жоқ бізде. Сол себепті көктемдегі қатты күннің шуағынан күйіп кетеді. Мен мына жерде Теддиді жаңа көрсеттім сіздерге, шаровидный. Оның орны негізі осы жер, бірақ енді бұл пландалмаған не болды, жоспарланбаған өсімдік болды бұл жерге. Бұның мына жері қазылған жоқ дұрыстап. Сол себепті тек горшогымен көме қойдым әзірше. Ала қалап көктемде дұрыстап жерін қазып, сосын барып отырғызатын боламын. Бірақ осы жерге тек шелегімен отырғыза қойдым. Мынаны міне осылай жауып қойдым. Пристенка жасап, өткені бұның да әлі тамырланған жоқ қой. Біздер тек отырғызып қойдық. Енді осылай қыстайтын болады бұйырса. Неге отырғызып жатырмын? Өткені былтыр менде уже не болды? Надо айтатын еді. Практикамнан өткіздім бұл нәрсені. Былтыр өйсті қыстай күзде алдым. Жоспарланбаған болды. Ол жері дайын болмады. Сосын не
Валберстен өсімдіктер қыстай жайлап алдым. Ақшам бар кезде жайлап біреуден екеуден алып отырдым. Соларды жаңағыдай үйдің артында көктемде күн түспейтін жер бар. Сол жерге жинадым бәрін. Басында кейбір горшоктарды жатқызып қойдым көлденең. Сол көлденең жатқызған өсімдіктерім көктемде шықпай қалды. Ал тігінен қойғандарым жақсы қыстап шықты. Бірақ олардың да арасында кішкентайлары бір-екеуі өліп қалды. Енді соның нәтижесін көргендіктен осылай шештім. Әзірше жер қазылады ғой, өйткені дайын тұрған жер. Бұл әдейі осы өсімдіктерге арналған. Сол себепті отырғызып тастайтын боламын. Енді бір 2 өсімдігім келу керек. 3-4 күндікте егер жер қазылып тұрса, дәл осылай оларды да отырғызып тастайтын боламын. Құрметті көрермен, бүгін желтоқсанның 6-сы. Маған виноградтар келді Шымкент қаласынан. Аватар деген 2 алдым. Дамский пальчики біреу алдым. Сосын F1 деген преображение деген виноградтың сортының гибриді деп айтады. Сосын не алдым? Ризамат деген. Бұлардың ешқайсысы да біздің өңірде қыстамайды. Біреуіне ғана дәл қазір жер дайын. Қазір егіп тастаймын. Күн жылы. Жайлап қар ұшқындап тұр. Дегенмен күн жылы. Қалғанын міне горшок дайын. Осы горшоктарға егіп, погребке салып тастайтын боламыз. Бұйырса енді көктемде нәтижесін көрсететін боламын. Тамырларын көрсете берейін сіздерге. Мынауысыныкі жақсы екен. Мынау дамский пальчик. Мынау ризамат деген міне. Аватар шамалы әлсіздеу болды жаңа. Мынау да аватар. Мынандай бір түйір ғана не, сосын тамыр. Ананыкінің шамалы тамыр жақсы болды. Мынандай қалың тамырдың бір 3-4 болды. Мынада мынандай. Ал мына екеуі F1 деген жаңа преображениенің шамал қиды мынада. Осындай. Көретін боламыз бұйырса. Виноградтарының қалғандарын міне осылай шелекке отырғызып қойдым. Бұларды енді погребке тастайтын болам. 2 күн болды бізде қатты салқын. Салқындаған күттім. Осылай сарайға қойған едім. Енді осыларды погребке салып бұйырса көктемде нәтижесін көретін боламыз енді. Бұл менде бұндай жалпы тәжірибе бірінші рет. Енді менде жер дайын болмағасын осылай жасау керек болды. Тек қана бір ғана виноградымды ектім, өйткені оған жерім дайын еді. Бір аватарды ғана ектім. Қалғандары енді осылай қыстайтын болады. Бұйырса нәтижесі енді көктемде.